Сондай-ақ өңір басшысы облыс орталығындағы жылыту маусымының барысымен танысты. Ол бірнеше жылу қазандықтарын барып көрді. Ақтөбеде барлығы 20 жылу қазандығы бар. Мәселен, Батсекі шағын ауданында 2012 жылдан бері 7 көпқабатты тұрғын үй, Назарбаев зияткерлік мектебі, Достық су спорты ғимараты, сондай-ақ жаңадан салынып жатқан жасөспірімдер шығармашылығы орталығын жылытып отырған қазандық жұмыс жасап тұр. Мұндағы қазандықтардың үшеуі бірдей қатты аяздарда қосылады. Сондай-ақ өңір басшысы 3 жыл бұрын іске қосылған Нұрақтөбе шағын ауданындағы қазандықтың жұмысымен де танысты. Ол 9 қабатты 16 үйді және балабақша мен мектептің ғимаратын жылытады. Жылу беретін қазандық береді 19 үйге. Ішінде бір мектеп бар, бір садик бар. Қазір сыйватқан қазандық екі қазандық ірге тұр. Если біреу сынып қалса, екінші қосады. Бізде солай болу керек. Адамда штат полностью толы отырып, аварийный диспетчер службы бізде бәрі бар.